1 mart Қазақстан халықтарының бірлігі күні. Бұл күн әрбір қазақстандық үшін отанға деген сүйіспеншілік пен патриоттық сезімнің адамзаттық борыш пен жалпыұлттық келісімнің мерекесі. Елімізде 130-дан астам ұлт өкілдері тұрады. 1995 жылы ұлтаралық татулық пен тұрақтылық феномені Қазақстан халықтары ассамблеясы құрылды. Бұл ешбір елден болмаған ерекше саяси маңызы зор құрылым. Тілі бөлек болғанымен тілек бір, ұлы достық мәпелеген жүрек күл. Қазақстан бар ұлысқа шаңырақ, шайқалмастан шаттығымыз тіреп тұр. Қазақ жері ортақ өлке болып, әр азаматтың қасиетті мекеніне айналды. Мамыр мерекесі құтты болсын. Ақпыз, қарамыз, сарымыз, ағайынды бәріміз. Алдымен өзімізге қазақтарға керек деген екен елбасымыз. Сіздерге нәсіл болсын, бұл күн ынтымақты жетсем деймін, бір жырын татулығын жырға қосам, ұлттардың мақтан қылып, ұлыстардың бірлігі. Бейбітшілік жазасын. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлік күні жасасын. Қазақстан жасасын. Ынтымақтастық жасасын.